Ертеде сардар мен мысық. Баяғы заманда бір шалдың сотқар мысығы болыпты. Ол үнемі бірдеңкені бүлдіріп жүреді екен. Шалдың мысықтан құтылмақ болып орманға апарып тастапты. Мысық орманда қаңғырып жүрсе, алдынан түлкі шығады. «Бұл не қылған аң?» деп таң қалады түлкі. «Мен мысық арыстан». Содан соң орман ішінен аюды тауып алып, оған да «Біздің үйге кел, керемет аң сардарымен таныстырайын, тек есіңде болсын». Олар жолшыбай жүгіріп бара жатқан қоянды көріп, «Әй қоян, түлкіге барып, қасқыр мен аю сыйлықтарын әкеле жатыр» деп ескерт. Қоян жүгіре жөнеледі. Аю мен қасқыр үйге келгенмен кіруге батылдары жетпей жасырып қалады. Қасқыр құраған жапырақ үйіндесіне тығылып, аю ағашқа өрмелеп шығып алыпты. Биікте отырған аю мысық пен түлкіні көріп, қасқырға «Сардары кім кішкентай екен» дейді. Мұны естіген қасқыр көрмек боп тұмсығын шығарғанда жан-жағына сыбырлап кетеді. Мысық тышқанның сыбыры екен деп үйілген жапыраққа секіргенде қасқырдың тұмсығын тырнап алады. Атып шыққан қасқыр қыңсылап қаша жөнеледі. Шошып кеткен мысық аю отырған ағашқа секіріп «Мяу! Мяу!» деп айқайлап жібереді. Сардар өзіме келе жатыр деп зәресі ұшып, қорқып кеткен аю ағаштан сырып түсіп қаша жөнеледі. «Тура тұрыңдар бәлем, мысық арыстан ұлы сазайларыңды тарттырады әлі» деп түлкі қасқыр мен аюға айқай салады. Содан бері ормандағы аңдардың бәрі мысық сардардан қорқатын болыпты. Түлкі мен мысық арыстан ұлы әлі сол орманда қайғысыз қамсыз тұрып жатыр екен.